where the day flows, only time. Қандай тәтті тоқаш? Осындай тоқаштардан дәм татқыңыз келсе, Қорасан ата көшесіндегі Астана лонж барына келіңіз. Ал біз бастаймыз. Бүгін бізде қонақта жаңаша Әзіл-Ысқақ отауының жетекшісі актер Тоқтар Әжімұратов. Қош келдің? Қош көрдік, Айжарқын, қош көрдік. Біз дәл қазір бардың басқасында отырмыз. Бірінші сұрақ, не ішесің, не ішпейсің? Не ішесің? Іштен ішпеймін негізі. Ішімдіктен айтып жатқаным ғой. Жалпы шай ішем, кофе ішесің. Жалпы кемпір мен шалдың баласы болып, шайға әбден үйренгенбіз ғой. Ішсек бола ма? Ішімдік ішпейсің? Жақсы. Өзіңді ақылды жігітпін деп санайсың ба, әлде білімді жігітпін деп санайсың ба? Екеуін де санамаймын. Ақылдымын деп те айта алмаймын, білімді деп те айта алмаймын. Білгенім 1.9, білмегенім 99. Үйренерің көп. Үйренер көп әлі алда. Артта еріп келе жатқан буынға үйретеріңше? Құдай қаласа, ол да болар. Білгеніміз үйретеміз, білмегеніміз алда. Жақсы. Белгілі бір жаста мәңгілікке қалып қою мүмкіндігі туса, неше жасыңда таңдар едің? 10 жасын таңдар едім. Жалпы 10 жас дегенде өзім жақсы көретін жасымдығым. Өйткені балалық шағымда айтып жүретіндім. Өзім 10-дамын, 10-на туылғам деп, туған күнде 10-шы қараша, еще өзімде қарашам деп, руымды айтып жатқам ғой. 10 жасын таңдайтын едім, өйткені балалық шақ деген ең керемет сәт қой ол кезде. Ешқандай уайым жоқ, үйдесің, мектепке барасың, қайтасың. Қаншама бұрын өтіп кеткен ағаларымыз бар дүниеден, сол кісілер бар ол кезде. Көп 10 жасын таңдайтын. Ал дәл осы жасында сені не қуантады, не өкіндіреді? Дәл осы жасында ма? Жасың қазір 30-ға. 29-дамын ғой. Әлі жаспын. Көңіл жас. Көңілім жас, Қазір не қуантады болғанда? Қазір отбасылымын, шүкір. Шаңырақта кішкентай 2 қызым бар. Қызым емес енді, мама папа естіп қоймасын. Сол кісілердің қыздары ғой, бірақ отбасым бар, жұмысым бар. Құдайға шүкір, қазіргі қуантатыным сол. Ал өкіндіретіні білмеймін. Ата-анам шүкір қасымда, сол ешқандай өкінетін ештеңе жоқ. Құдайға шүкір. Өмір сүріп келе жатсың. Шүкір. Жақсы. Тоқтар Әжімұратовтың бойындағы өнер әкенің қанымен бе, әлде ананың сүтімен бе? Білмеймін енді. Әкем жағынан да ешқандай өнерлі азаматтар жоқ ағайыннан. Нағашылар жақтан білмеймін, бар шығар. Әкенің қанынан да емес шығар, ананың сүтінен де емес шығар, мүмкін білімнің етінен деп қояйын да. Тәңірі берген талант. Мүмкін ол да. Ана жақтан деп ойлаймын, нағашылар жақтан шығар. Кішкене өнерге қатысы бар ғой? Естігем сөйтіп мамам жақтан енді. Нағашы атаң сондай бір әнші болған деп айтады. Сондай ел басқарып, сондай ортада сөйлеген деп жатады. Мүмкін сол жақтан шығар. Білмеймін оны, Тәңір берген. Өнер жолын қуаладың? Қайда оқыдың? Бірінші Жалпы-9-да, Жаңақорған ауданында, мектепте. Содан бастадық, мектеп басына. Одан кейін Алматыға барып, арман қуып, колледжге түстім бірінші. Жүргеніп кетсем ғой деп ойлағам ғой. Жүргеніп, актер болам деп. Сөйтсем, самай қалып, сосын музыкалық колледжге түстім да. Соқта 3 жыл оқып, кішкене дайындалып, академияға жүргенке. Қайттан барып түстім ғой ақыр. 2012-де түстім жүргенке. 2009-да мектеп бітіріп, колледжге түстім. Алматыда барлығы. Өмір жолың Жаңақорғанда басталды, ал өнер жолың Алматыда басталды, шыңдалды. Жақсы. Мұрат Ахманов сенің Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясындағы ұстазың. Ал Талап Тотаев сені эстрадалық бақытқа тәрбиелейтін ұстазың. Қайсыдан алған білімің, тәрбиең көп болды? Талап Тотаевтан алған білімім көп болды. Өйткені Талап Тотаев Мұрат Ахмановқа апарды. Жүргенке, түсуге, өнерге апаруға сол кісі себепкер болған. Бірінші көп нәрсемен Талап ағамнан алғам. Алғашқы ұстазың Талап Тотаев. Одан кейінгі ұстаздарым Мұрат Ахманов, Оразхан Кенебаев, көп ұстаздарым. Бірақ
көп айтатын, өзім жақсы көретін, пір тұтып айтатын ұстазым ол Талап Тотаев. Бүгінгі қоғамдағы келеңсіз көріністерді өткір мысқылменен түйрейтін театрлар өте көп. Оның ішінде сен жетекшілік ететін жаңаша әзіл-сықақ отау да бар. Бүгінгі күнге дейін қандайды бір саяси биліктен сын ескертпе айтылды ма жеке шығармашылықтарыңа? Жаңашадан ба? Иә. Әзіл болғаннан кейін барлығы болады, бірақ саяси ешқандай сын естіген жоқпыз. Бірақ сын айтып жатса қуанамыз. Демек, сен ұстанған бағыт түзу. Мүмкін түзу шығар. Білмеймін, халық біледі. Бірақ ешқандай сын естіген жоқпын. Бірақ сол сын айтса екен деп өзім іште тілеп жүремін. Жақсы. Бүгінгі қазақ театрының трагедиясы не? Қазіргі таңда көрермен шығар деп ойлаймын. Өйткені қазір бір қиын кезең болып жатыр ғой өзі. Сондықтан да көрермен де аз, онлайн болып жатыр барлығы. Халықтың ыстық ықыласы керек. Бір жағынан қазір көрерменде театрға деген ынтасы жоқ, қызығушылығы жоқ. Театр деген ең керемет нәрсе ғой әйтпесе. Қазақ театрының трагедиясы көрермен деп ойлаймын. Мүмкін. Менің өз ойым. Көрерменсіз көсілу қиын. Иә, көрерменсіз көсілу қиын. Көрерменнің шапалағы қандай шабыт береді, соны сияқты. Сол менің жауабым. Өзім пікірім, өзім ойым сол. Театрды мақтаған бала театрдан шығып жұмысқа Жауырынға келді. Неге Нартай Бекежан атындағы музыкалық драма театрынан шығып кеттің? Ол жақта керемет енді театрда. Театрдың аты театр ғой, бірақ енді ішкі кухня ма? Жоқ, ішкі кухня емес. Жалпы Алматыда жүрген кезде мен өзім Қызылорда, Жаңақорған деп жүргем ше. Жаңақорған қатты жақсы көретін, білмеймін, мен өзім мына тұрған Шалқияға барсам да Жаңақорған сағынып тұрам да. Сол сияқты қалада жүріп, Қызылордада жүріп, Жаңақорған деп Жаңақорғанға келдім. Өзімнің ауданымда, ауданның өнерін дамытайық, ауданымыздың өнеріне кішкене үлесім қосайын деп ауданға келдім. Өз өңіріңнің өнерін өрлетуге келдің ғой? Иә, дәл солай. Халықтың қошеметіне бөлене алмай қалған кезің болды ма? Болды. Дайындықсыз барған кезде. Көбінесе сол дайындықтан ғой негізі. Дайындық мықты болса, өзі халық өз-ақ еңбегін көреді. Ал енді дайындық жоқ болса, көрініп тұр ғой барлығы. Халық қошемет ұрмайды. Сол үшін дайындалу керек әрбір нәрсеге. Жақсы. Сенің бақытыңмен, сенің нұсқаулығымен келе жатқан әріптестерің, Есқара болсын, Айдарбек болсын, Балмұхаммед болсын, олар өсіп келе жатыр ма, әлде өшіп келе жатыр ма? Жалпы Балмұхаммедтен бастайын. Балмұхаммед енді ол жігіт табиғи талантты жігіт. Иә, менің бақытыммен жүрмейді. Ол өзінің бақыты бар, өзінің нұсқаушысы бар. Балмұхаммед табиғи талант деп айтылады Балмұхаммед. Одан кейін Есқара. Есқараның өзінің бақыты бар, алға қойған мақсаты бар. Ол жайдарманшы. Ауданымызды көтеріп республикаға танып жүрген азамат. Енді Айдарбектің өнердегі, өмірдегі нұсқаушылары ол ата-анасы, әкесі Сайран ағамыз, анасы Кенже әпшеміз. Сол сияқты ол кісілерге мен қатты бақыт беріп жатқан жоқпын. Ол жігіттер өздерінің бақытымен, өзінің нұсқаушыларымен өсіп келе жатыр деп айтамын. Өшіп жатқан жоқ олар, өсіп жатыр. Ақыл алмасып отырасыңдар. Міндетті түрде. Кез келген дүниенің шығар алдында. Әрине. Жақсы, Тоқтар, сен менің досымсың, бірақ шындық қымбатты. Кез келген ортада, кез келген нәрсені артқа тартып тұратын өзінің адамы болады. Сенің театрыңда бұл системаны кім жүргізеді? Енді артқа тартатын. Енді әрбір нәрседе болады ғой. Міндетті түрде. Міндетті түрде болады, бірақ айтпаймын. Көңілі қымбат қой. Көңілі қымбат, иә? Кез келген нәрсені жарты сағатта үйреніп алуға мүмкіндік берілсе, не нәрсені үйренер едің? Беташарды үйренетін. Неге? Беташар деген керемет қой, қазақтың салты дәстүрі. Мен той жүргіземін ғой жалпы. Бірақ бет ашамаймын да. Жарты сағат сондай мүмкіндік берілсе, жарты сағатта үйреніп алса, беташарды үйренетін. Жақсы. Тоқтар Әжімаратовты көбісі асаба ретінде көп таниды. Мүмкін бізді көріп отқан көрерменге өзіңнің бір актерлік қабілетіңді көрсетіп жіберерсің? Актерлік қабілет дейсің ба? Қойшы, соны көрсетпей қойшы мен. Неге? Жалпы Айжарқынше, сен қойып жатқан сұрақтарың шыма ұнап тұрған жоқ. Сөзін ашық айтайын. Мен сұрақты ұнау үшін емес, жауап алу үшін қоямын. Қойшы, бұл сұхбатта керек емес жалпы. Жауапты алма қой. Неге сұхбатты бітірейік та?
Ерейшкаған жақсы ба, иә? Жоқ. Иә, қалдым деп жатырмын. Бұл Тоқтар Әжімұратовтың сіздерге көрсеткен актерлік қабілеті. Керемет. Жалпы сұхбат ұнады ғой? Иә, жақсы, бірақ сұрақтарың десеңше енді айта алмаймын. Сұрақтарың жорсткі сұрақтар. Маңдайдан терген, камерадан көрініп тұр ма білмеймін, бұрыш етіп шығып жатыр енді. Рахмет Айжарқын, керемет. Керемет. Сұхбатқа уақыт тауып келгеніңе көп рахмет айтамыз. Шығармашылығың шыңдала берсін. Жаңақорған өнеріне өз үлесіңді әрі қарай қоса бер деп тілек білдіреміз. Рахмет. Саған да рахмет.